Иә, сезім. Бұлардың бәрі қазақтың ұлттық аспаптары. Өзіміздің ұлттық аспаптарымыздың бірі мынау домбыра аспабы. Қандай аспап? Домбыра аспабы. Және көптеген суреттерден де көрсете аламын. Мінекей домбыра аспабы бар. Мен қазір қолымда міне тай-тұяқ деген аспап бар. Бұл тай-тұяқ деген жылқының тұяғынан жасалған. Міне арнайы қазақтың ұлттық аспаптары. Және біздің көптеген аспаптарымыздың ішінде сазсырнай аспабы бар. Сазсырнай аспабы бұл саз балшықтан жасалған. Саз балшықтан жасап илеп, кішкентай тесіктер ойлау арқылы бізге ата-бабаларымыз осы сазсырнайды жеткізген. Мынау құс сайрауық деген аспап. Әдемі аспап, көресің ба? Иә. Иә, әдемі, қарай ғой. Өзің ұста, өзің ұста. Әдемі аспап, иә? Әдемі аспап. Міне сазсырнайдың өте көп түрлері бар. Соның ішінде міне мынау қос саз деп аталады. Мына сазсырнайдың бірнеше түрлері бар. Міне сен қасым мына ортеке аспабы тұр. Күйшілер күйді ойнағанда мына үстіндегі ортеке билейді. Сіздің бе осындай біздің көптеген аспаптарымыз бар екен. Я, сезім, қарашы, осы сазсырнай аспап екеуміз бірге ойнап көрейік, иә? Алайық. Ұстай. Бұны мен саған үйретемін. Бұны ойнау өте шыдамдылықты талап етеді, солай ғой, иә? Бұны алдағы уақытта үйренетін боласың. Және, міне қараш, шаңқобыз аспабы бар. Осы шаңқобыз аспапты да ұстап көрші кәнекей. Шаңқобыз аспабын көрейік. Міне, шаңқобыз аспабын көрейік. Оны тілшесін тарту арқылы, осыны ойнаймын. Сені қолынан барлық келеді. Бағана ойнайық, мерекені тойлайық, аспаптардың атауын таныстырып қояйық. Бастап келді домбыра, бір қолған ері, білемісің ағайын, арыстанып домбыра. Сазсырнай сүйкімді, аспабы тек құнды, тартады тамаша. Бағамызың марасы, көрдіңе сазсырнайым, сазсырнайым сіздерге міне бала жолайды. Екі қолға ұстасаң, ілінсені тұяқтас, есті көрсе сен оны, одан кейін неге бас, одан кейін неге бас, ата оның тұяқтас, 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 тұяқтас. Мерекені тойлайық, ақылымызды аспапты, лапайық қояйық, ауызға қылған ел боп етсек шаңқобыз, 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 шаңқобыз. Албай